Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз халық санағы. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты 8.4.11 халық санының анықтау әдістерін түсіндіреді. Халық саны есепке алу. Халық статистиканы зерттеудегі негізгі әдіске халық санағы жатады. Халық санағы белгілі бір уақыт шеңберінде бүкіл елдің халқының немесе оның бір бөлігінің демографиялық, экономикалық, әлеуметтік сипаттағы ақпаратты жинау, өңдеу, жариялау, тарату мақсатындағы жалпы мемлекеттік статистикалық шаралар. Оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбын бағалау критерийлерін қарайтын болсақ, әлем халқының саны қанша? Халық санағы дегеніміз не? Халық санағы қанша жыл аралығында жүргізеді? Қазақстан аумағында халық санағы қанша рет жүргізілген? Халық санақтары әлі жүргізіле ме? Халық санағы уақытша көп жұмыс орындарды ашады. Дамыған елдердің көпшілігі тұрақты және ұйымдастырылған халық санағы жүргізеді. Халық санағы бағдарламасы. Санақ бағдарламасына төмендегілер қамтылады. Мекен жайы. Санақ бағдарламасы жеке демографиялық, әлеуметтік, экономикалық, этникалық, халықтың ұдайы өсуіне зерттеуге қатысты сұрақтар. Ал енді мына кестеге назар салатын болсақ, Қазақстанның 1897 жыл мен 2021 жыл аралығындағы өсу динамикасы. 1897 жылы 4.147.800 адам, 1913 жылы 5.597.000 адам, 1926 жылы 6.196.400 адам, 1937 жылы 5.126.676 адам, 1959 жылы 9.309.847 адам, 1970 жылы 13.808.726 адам, 1979 жылы 14.684.283 адам, 1989 жылы 16.464.464 адам, 1999 жылы 14.953.126 адам, 2009 жылы 16.009.597 адам, және соңғы мағлұматтарға байланысты, деректерге байланысты 2021 жылы 20 миллионнан асты. Ал енді әлем халқына қарайтын болсақ, біздің заманымыздың дейінгі 8000 жыл бұрын халықтың саны 5000 адам болатын болса, 1800 жылы 1 миллион адам, 1955 жылы 2 миллиард 755 миллион 823 адам, 1960 жылы 3 миллиард 21 миллион 475 адам, 2013 жылғы дерек бойынша 7 миллиард 162 миллион 119 адам, және болжам бойынша 2030 жылы 8 миллиард 551 мыңнан адамнан асады деп күтілуде. 100 жылдың ішінде халықтың саны әртүрлі өзгерді. 1838 жылы 1 миллиард адам болатын болса, 1930 жылы 2 миллиард адамға көбейді. 1960 жылы 3 миллиард адамға көбейетін болса, 1975 жылы 4 миллиард адамға көбейді. 1987 жылы 5 миллиард адамға көбейді. 2000 жылы 6 миллиард адамға көбейетін болса, 2011 жылы 7 миллиардтан асты. Ал енді оқушылар, мына кестені қарайтын болсақ, 2013 жылы дерек бойынша әлем халқының саны 7 миллиард
162.119 адам. Жалпы құрлық бойынша қарайтын болсақ, Африкада 1.110.635 адам, Азияда 4.298.723 адам. Ең азы бұл қарап отырсақ Австралия және мұхит аралдары 38.304 адам құрап жатыр екен. Халықтың саны қарқынды өсу қай аймақтарға байқалады? Бұл яғни қарап отырсақ Қытайда 1 миллиардтан астам халық болатын болса, екінші Үндістанда 1 миллиардтан халық асты, 1 миллиард 300 миллион адам, және Жапонияда да 120 миллион халық бар екен. Ал енді халықтың саны қарқыны өсу қай аймақтарда байқалады деген сұраққа қарайтын болсақ, бұл Африкада. Себебі Африкада өсу көп болуымен өлім-жітім көп екен. Медицинаның дамуына байланысты. Ал қай аймақтарда төмендейтін болсақ, бұл Европа елдерінде. Европа елдерінде туу деңгейі өте төмендеуге болады. Халықтың табиғи қозғалысы. Бұл бала туу мен өлім-жітімнің нәтижесінде орын алатын халықтың санында өзгерістері. Бала туу белгілі бір кезеңнің ішінде 1000 тұрғынға шаққандағы бала туу саны. Демографиялық коэффициенттің есептеген кезде бөлшектің бөлімі ретінде барлық тұрақты тұратын халықтың жылдық орташа саны алынады. Бала туулы коэффициенті N бір жылдың ішінде туылғандардың саны, S халықтың жылдық орташа санына бөледі екенбіз. Өлім-жітім коэффициенті M бір жылдың ішінде қайтыс болғандардың саны, S халықтың жылдық орташа саны. Халықтың табиғи өсімі T деп белгілеп, бала тууының өлім-жітіміне артуы, яғни белгілі бір уақытта кезеңдегі бала туу саны мен өлім-жітім санының арасындағы айырмашылық халық санының өсуінің негізі. Халықтың табиғи өсімі халықтың табиғи өнімінің 1000 тұрғынға шаққандағы коэффициентімен өлшенеді. Ол жағымды да, жағымсыз да болуы мүмкін. Халықтың жағымсыз табиғи өсімі әлде елде бала тууына қарағанда адам өлімі көбірек екендігін білдіреді. Яғни халықтың табиғи өсуі, табиғи кемуі. Табиғи өсім коэффициенті К тең, яғни халықтың көбеюі мен өсу коэффициентіне жатқызуға болады. Мына кестеде қарайтын болсақ, балалар осы алдымыздағы айтылған бойынша осы кестені есептеп шығарамыз. Яғни халықтың саны, туғандар мен өлім-жітімі, сол кезде бізде табиғи өсім пайда болады. Осы бойынша тапсырманы орындаймыз. Келесі тапсырмада біз проблемаларды талдаңыздар. Халықтың санағы жүргізудегі қиыншылықтар, халық санағы жүргізудің артықшылығы, халық санағы жүргізудегі кемшілігі, халық санағы жүргізудің мемлекеттік үшін пайдасы, халық санағы жүргізудің мемлекет үшін зияны, халық санағы жүргізу үшін қажетті адами факторлар, халық санағына қажетті экономикалық факторлар. Бағалау критерийі. Халық саны анықтаудың маңыздылығын біледі. Бірінші тапсырма. Санақ жүргізу кезінде қандай қиындықтар туындайды? Төменде дескриптор оқушылар халықтың санағын жүргізу кезіндегі қиындықтарды түсіндіреді. Келесі тапсырмада бүгін мен не білдім? Маған не қызықты болды? Маған не қиын болды? Маған қандай тапсырманы мен орындадым? Және мен нені екенін түсінбедім? Не нәрсені екенін түсінбедім? Сабаққа белсенді қатысқандар үшін рахмет, сәттіліктер тілеймін.
қош сау болыңыздар.